Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбе адам денсаулығына пайдасы жөнінде ақпаратпен бөлісеміз. Сіздерден подписка и лайк, бізден ақпарат. Сүзбені айраннан дайындайды. Қазақ халқы сүзбеден құрт жасаған. Одан бөлек сүзбеден қазақтар құрт жасап, оны ет тағамдарына ас татым ретінде қосып пайдаланады. Тың түрінде де қолданылған. Сүзбе құрамындағы майдың көлеміне қарай 3-ке бөлінеді. Майлы 18%, жартылай майлы 9% және майсыз 3%. Жартылай майлы сүзбе қатарына жұмсақ диеталық сүзбеде жатады. Сүзбенің пайдалы қасиеттері: сүзбе сүтінен дайындалған кальций мол керемет тағам, онда 14-тен 18%-ға дейін ақуыз мөлшері кездеседі. Сүзбеде жасұны құрылымы мүлде жоқ, сондықтан ет, құс еті және балықтағы ақуыз көздерінен ерекшеленеді. Сүзбе жеңіл қолданбалы және толығымен қорытылатын тағам. Сүзбеде майдың көлемі 20%-ға дейін жетуі мүмкін, бірақ диеталық майсыздандырылған түрлері де бар. Сүзбенің майсыздандырылған түрлері: амин қышқылының алмастырылмайтын түрі метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин көлемін азайтып, бауыр майлануының алдын алады. Ал бауырдың майлануы ағзаға токсиндерді немесе түрлі дәрі-дәрмектерді қабылдауға мәжбүрлейді. Алмастырылмайтын амин қышқылдарынан бөлек ақуыз сүзбеде дәрумендерге, әсіресе А, Е, П, В2, В6 және В12 фолий қышқылына, кальций тұзына, темірге, натрий, магний, медий, цинк, тор және фосфорға бай. Осындай құнды заттардың қосындысынан соң сүзбе жақсы қорытылады. Аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдер кальций мен басқа да микроэлементтерге бай сүзбені жиі қолданғаны жөн. 5-7 айлық сәбиге де сүзбе беруге болады. Балалар үшін сүттен жасалған ұзақ уақыт қайнатылмаған майсыз сүзбе тиімді. Сүзбе ағзадағы ұлпаның өсуіне және қалыпқа келуіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүйке жүйесі мен қан айналымы және жүрек қызметіне пайдалы. Сүзбе тек қана балалар үшін ғана емес, егде адамдарға да аса қажет. Ол бауырды, атеросклерозды және гипертониялық ауруларды емдеу кешінде диета құрамына кіреді. Сіздермен ақпарат бөліскен адам тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.